Психикалык таным процесстери бул психологиядагы негизги процесстер. Даусым эстилип жатырмы эndi? Yeah. Иә, Yeah, иә. yeah. Аха. Яғни біз психология туралы түсінік, психологияның мақсат міндеттерін өткен кезде мен сіздерге естеріңізде болса айтқам. Психикалық процесстер үш үлкен тарау бөлімнен тұрады. Ол жаңағы психикалық таным процесстері, сосын жеке дара ерекшеліктер және психикалық қалып немесе күй деп айтады деп. Соның ішінде біз қазір осы таным процестеріне тоқталамыз. Бұл психикалық процесстер енді қазақша кейде үрдістер деп айтады, кейбір әдебиеттерде үдерістер деп айтады. Бірақ енді ол қате деп айта алмаймын. Процесстер, мен өзім процесстер деген сөзді қолданамын. Жалпы бұл психикалық үрдістер, процесстер іс-әрекеттердің, яғни психикалық іс-әрекеттердің көріністерінің жиынтығы. Жалпы таным деген ұғым бар және таным процесстері деген ұғым бар. Таным дегеніміз ол философиялық категория, яғни таным, білім, ұғым деген сияқты мағыналарды береді. Яғни мінекей сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың адам санасында идеалдар, образдар жүйесінде бейнеленуінің қайшылыққа толы күрделі процесі дейді. Яғни қарапайым тілмен айтатын болсақ, сіздердің айналадағы заттар туралы, иә, мысалға қалам, алманы жейді, ол тауда өседі, мысалға күз мезгілінде піседі, көктемде гүлдейді деген сияқты. Яғни бір алмаға қатысты қаншама танымдық процесстер, яғни сіздің қабылдауыңыз, бейнелеріңіз мида қалыптасады, иә, мысалға. Немесе балмұздақ деп айтатын болсақ, балмұздақ, иә, мұздай, аппақ, немесе ол шоколадты түрі болуы мүмкін, сүттен жасайды, оны жаңағыдай асығып тез жейтін болсаң, одан ауру туады деген сияқты. Көрдіңіздер ме? бір зат арқылы сіз қаншама оның бейнелері, оның сізде бірнеше образдар қалыптасады. Яғни енді бұл таным туралы өте көп айтуға болады, бірақ дегенмен де біз просто мен сіздерге таным мен таным процестерінің екеуінің айырмашылығын ғана бөліп көрсеткім келді. Ал таным процестері дегеніміз сол жаңағы айтып тұрған заттар, құбылыстарды бізде бейнелеуге қатысатын процесстер, яғни іс-әрекеттердің жүйесі, жиынтығы. Мысалға біз сол алманың қызыл екенін көзбен көреміз, иә, оның иісін мұрынмен иіскейміз, оны тістеген кезде, оны қырш еткен кезде, оны құлақпен естисіз, иә, свежий алма болса, қыршылдайды, айтпасам, свежий емес болса, не болып қалады андай? Жұмсақ не болып тұрады. Соны көрдіңіздер ме? Уже осы нәрселердің барлығын бізде мида бейнелеуге көмектесетін процестерді таным процестері деп айтамыз. Яғни екеуінің айырмашылығы осы. Жаңа айтқандай, психикалық процестер осы үш түрге бөлінеді. Ол танымдық, яғни жаңағы айтқан нәрселер, эмоционалды дегеніміз ол күйлер, сезім, эмоция деген, еріктік дегеніміз бұл жеке дара ерекшеліктер. Бірақ барлығы психикалық процесстер болып табылады. Таным бұл өте күрделі процесс, үнемі дамып отырады. Жаңа мен осы жерде біраз сөйлеп едім, сіздерге естілмей қалыпты. Мысалға, жүйелі процесстер үнемі даму үстінде. Мысалға, балабақша. Енді бізде балабақшаның балаларына практикаға апарған кезде, кейбір кезде мен қарап отырмын, балабақшада бебектер 3 жастағы балаларға тіл дамыту сабақтары жүреді. Сол кезде
ана өздері сөйлей алмай отырған ана кішетем, бүйтем деп андай өздерінің символикалық тілдерімен сөйлейтін балаларға кәдімгі қазақ тілінің қарапайым негіздерін үйретеді, тіл дамыту. Сонда мен ана өздері сөйлей алмай отырған балалар қызық, тәтті тілдерімен сөйлейді ғой. Сол кезде айтамын да анау тәрбиешілерге, қандай бұларға не керек, күш керек деп ше, мынау кішкентай балаларды үйрету. Алма, ол алма деген мынандай, анау мынандай зат, мынау деген мынандай зат, мысалы достық дегеніміз мынандай деп. Сонда қарап тұрсаңыз көрдіңіз бе, тіпті бала бақшадан бастап 11-ші сыныпты біткенге дейін сіздер тану үстінде боласыздар. Яғни жүйелі процесс деп айтатын сол, өйткені балабақшада өте қарапайым элементар болса, бастауышқа келгенде ол күрделенеді, орта буынға барған кезде одан да күрделенеді, жоғары сыныпта сіздер уже кәдімгі ДНК, РНК формулаларын жаттайсыз. Мысалы, қазір уже студент болғандықтан сіздер мүлдем философиялық ұғымдарды талдап үйренудесіздер. Бұл да сіздердің айналаңыздағы сыртқы дүние заттары мен құбылыстарына сіздерде образдар қалыптастырады, ұғымдар қалыптастырады. Оларды өзара бір-бірімен байланыстырады. Мысалға, таным өте күрделі процесс. Яғни, мысалға, қарапайым бір алманы алайық, алма. Алма қызыл немесе сары болады, піспеген кезде көк болады. Ол көктемде гүлдейді, күзде жеміс береді. Жемісі иісін құлаға, мысалы, мұрын арқылы иісін білеміз, оның қандай, апорттың иісі басқа, лимонканың иісі басқа. Одан кейін оның дәмін, дәм сезу мүшелері арқылы, көзбен оның түр-түсін, мида оның жаңағыдай қай кезде пісіп, қай кезде нететінін, қандай алма қай жақта бар, китайский алма ма, жоқ әлде алматинский апорт па, көрдіңіз ме? Бір алма деген сөздің өзі сіздерге қандай бейнелерді береді. Яғни осының бәрін сіздерге жүзеге асыратын ол таным процестері. Таным процестері мына жерде берілген: қабылдау, түйсік, ес, қиял, сөйлеу, ойлау, зейін. Осының барлығы психикалық таным процестеріне жатады. Бірақ бірінші мынау, екінші мынау деп айта алмаймыз. Барлығы бір-бірімен тығыз байланыста, бір-бірімен өте бір-бірінсіз жүзеге аспайды. Өйткені мысалға жаңағы ары қарай алманы ала беретін болсақ, мына жерде мысалы алма тұр деп ойлаңыздар. Қабылдау арқылы біз оның жеке нетеміз, қызыл немесе сары екенін, оның дәмін, былайша айтқанда, биология тілімен айтқанда, сезім мүшелері арқылы, яғни анализаторлар арқылы алманың жеке-жеке қасиеттерінің барлығын қабылдап шығамыз. Мысалға, түйсікпен сіз оның қатты екенін, дәмін қандай екенін, иісінің қандай екенін біле аласыз. Есте сақтау арқылы сіз мысалға алманың қай кезде пісіп жетілетінін, қандай түрлері бар, қандай сорттары бар. Мысалға, бір өміріңізде бір ерекше алманың түрін жейтін болсаңыз, оның өзі елестеткен кезде тіпті сізге иісіне дейін келеді. Қиял, сіз мысалға жаңағы кім бар, Боткин бет, Тимирязев, солар ботаник қауымдар бар ғой, биолог. Солардың несінде енді қиял арқылы ғой деп ойлаймын, өйткені бір түп ағаштан 4 түрлі алманың сорттарын шығуын
осы қиял арқылы дамытқан шығар деп ойлаймын. Өйткені бір не ствол, иә, содан 4 түрлі алманың сорты шығады. Онда бағбандар бар ғой, қазірде де мысалы Қазақстанда көптеміздің аталарымыз да болуы мүмкін. Яғни скрещивание деген бар, биологияда өтініңіздер, скрещивание арқылы сол бір түп ағаштан 4 түрлі алманың түрін алуға болады. Ол мысалға қиялдың несі, иә, жемісі. Сөйлеу. Яғни сіз алма туралы, мен қазір сіздерге сол алма бір темам алма болса, сол алма туралы сіздерге жан жақты жеткізіп отыр. Ойлау, яғни сіздер мысалға қазір соны не істеп отырсыздар? Қандай алмалар бар еді, өзі не бар еді? Және зейін. Кез келген тақырыпты, мысалы, алма болсын, басқа болсын, корабль болсын, не тыңдаған кезде осы зейін арқылы зейінімізді шоғырландыра отырып, осы білімдерді есте сақтауға тырысамыз. Өйткені зейін болмаған кезде ешқандай білім, таным дұрыс жүзеге аспайды. Өйткені ол есте қалмайды. Сондықтан да көрдіңіздер ме? Бір ғана мысал төңірегінде біз таным процестерінің маңызы қандай екендігін айтып шықтық, иә? Енді мысалға осы таным процестерін енді біз әр сабақта, келесі сабақтан бастап жеке толық тұрғыда өтеміз. Бүгін просто біз осы таным процестеріне шолу жасаймыз. Солардың ішінде біріншісі түйсік, иә? Түйсік, яғни сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың қасиеттерін сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болатын мидағы бейне. Мінекей ол ми деп алатын болсақ, сезім мүшелері, мысалы, тері рецепторлары бар, иә? Тері. Одан кейін сипап сезу, сосын дәм сезу, иіс сезу, көз. Мына жерде естуді қалып естімеймін, салмаған, бірақ есту мүшесі де бар. Сосын вибрациялық түйсіктер бар. Олар енді теріде орналасқан, бірақ дегенмен де. Яғни осы анализаторлар арқылы түйсікпен қабылдаудың физиологиялық негізінде сезім мүшелері, яғни анализаторлар жатыр. Сондықтан да, яғни түйсік енді алғашқы болып көрсетуінде де мән бар. Өйткені түйсік ең алғашқы табалдырық, танып білудегі ең алғашқы табалдырық деп айтсақ болады. Ары қарай, мысалы, қабылдау. Бұл қабылдау заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі. Жаңа мен алма деп айтқан кезде сіздерде полностью бұл да жаңа айттым, физиологиялық негізінде сезім мүшелері жатыр. Мысалы, дауысты естиміз, түрлі түсті көреміз, иісті сеземіз, терідегі рецепторлар арқылы сеземіз, дәмді тіл арқылы, дәм сезім мүшелері арқылы, яғни қабылдау. Жеке тоқталған кезде түсінікті болады, екеуін түйсік пен қабылдаудың екеуінің айырмашылығы. Сіздер сияқты студент кезде мен бүйтіп ойлайтын, осы түйсік пен қабылдаудың айырмашылығы неде? Екеуі де бірдей ғой, почти деп. Яғни түйсіктің бейнеленуі ол жеке болса, әрбір заттың қасиеттерін жеке қабылдайтын болса, қабылдау тұтастай бейнелейді. Ойлау дегеніміз ол сыртқы дүние заттар мен құбылыстарының мида жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Өйткені біз кез келген пікір, ұғым, сөзді айтқан кезде бізде мида оның образдары неседі. Мен қазір сіздерге айтып отырмын, сіздерге ойлау процесі жүріп жатыр. Ол қалай екен, қалай еді деген сияқты. Өткеніңізді еске түсіріп отырсыз. Сондықтан да ойлау
Бұл интеллект, иә, жануарлар дүниесінен бізді бөліп тұратын процесс, өйткені ойлау жануарларда жоқ. Ары қарай сөйлеу бұл ойлаудың жүйелі формасы, яғни әрбір адам өзінің ойлап отырғанын осы сөз арқылы, не ойлап отырғанын сөз арқылы жеткізе алады. Яғни вербальды деген сөз арқылы деген сөз. Вербальсыз деген түрі де бар, кейін біз сөйлеуді өткен кезде нетеміз, ол ишара, мимика, пантомимика тағы сол сияқтылар арқылы. Ал сөйлеу тілмен негізгі формасы ол тіл. Яғни сөйлеу ол қарым-қатынас процесі. Әрбір адамның сөйлеу арқылы оның ойлау дәрежесіне баға беруге болады. Есте сақтау, ес деп айтады, иә? Бұл енді адамның бұрын соңды қабылдаған құбылыстар, заттар туралы бейнелерін мида сақталып, қайта жаңғыртып, танып, ұмытылуын бейнелейтін процесс. Егер де мысалға суретпен бейнелейтін болса, мен есте сақтау мынандай деп айтар едім. Әрбір мидың өзінің бір кішкентай полкаларында әр кезеңдегі нелер сақталма деп, оқиғалар, заттар туралы білімдер сақталады. Ол буфер деген бар. Кейін тоже есте сақтауды өткен кезде сіздерге толық түсіндіреді. Буфер деген ұзақ мерзімді ес және қысқа мерзімді естің арасында буфер болады. Қажетті нәрселерді сол буферде уақытша сақтаймыз да, егер де ол сізге қажет емес болса, оны лақтырып тастаймыз, яғни ұмытамыз. Өйткені егер де осы есте сақтаудың ұмыту деген несі болмаса, қасиеті болмаса, онда біздің адамның миы шатасып, не болып кететін еді, каша болып кететін еді. Сондықтан да есте сақтау процесін тек қана есте сақтайды екен деп ойламаңыздар. Есте сақтаудың тану және ұмыту деген процестері бар. Ол сіздерге таңдау деген мүмкіндік береді. Яғни қажетті еместі таңдау. Мысалға қорқынышты, сізге ұнамайтын оқиғалар болады ғой. Соның өзін осы есте сақтау, ұмыту арқылы жүзеге асырады. Миыңызда қалмау үшін. Қиял. Бұл қиял енді тек адамға ғана тән процесс. Яғни субъективті образдарды қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелейтін процесс. Қиял арқылы ертегілер, мысалға ертедегі ұшатын самолет, ұшатын кілем, немесе темір етік, солардың алып бәйтерек, солардың барлығын қазіргі кезеңде жаңағы әлемде орын алып жатқандығы осы қиял процесінің жемісі. Сосын қиял тек қана қиялдап отыру ғана емес, сіздің түс көруіңіздің өзі осы қиялға жатады. Өйткені күндіз мысалға болған, миыңызда түрлі образдар қалдырған, жаңағыдай іздер қалдырған нәрселердің барлығы түс көрген кезде денеседі. Немесе арман, армандамайтын адам жоқ шығар, мысалға. Сол армандардың барлығы да осы қиялға жатады. Енді тазының түсіне не кіреді дейді ма? Түлкі кіреді деген не бар ғой, сол сияқты мүмкін оларда да енді қиял бар ма, жоқ па, сүйікті армандайтын иттер туралы мультфильмдер бар ғой. Сол сияқты әрбір адамның несінде қиялдары да әртүрлі болады. Нені қиялдайды, қалай қиялдайды. Негізі өте керемет. Яғни қазіргі кезде біз қолданып отырған компьютер, осының барлығы адам қиялынан туған.
жемістері деп ойлаймын. Және зейін. Жаңа мен айтқанмын, зейінде бұл өте не деп, психикалық әрекеттің белгілі бір нәрсеге бағытталып шоғырлануы. Зейін болмаса, онда ешқандай нәрсені біз құнттап, жете түсінбейтін едік, жете қабылдамайтын едік. Мысалға, мына жерде мен сіздерге бірнеше сурет қойып қойдым ғой. Осы суреттерді қарасаңыздар, зейіндеріңізді салыңыздар. Бірінші суретте, мұны мысалға, не көріп тұрсыздар? Атаны, қызды және ит. Ата, қыз, ит па? Ал енді тағы қараңыздар. Ал былай алыстан қараса, үлкен адамның денесі көрінеді. Денесі? Иә. Денесі ма, бейнесі ма? Түрі көрінеді. Былай алыстап қараса. Басы десіз? Қарамын, бір атаның басы көрінеді, басы, шашы көрінеді ма? Сосын костюмының несі, жағасы, көзі, мұрны, адам басы көрінеді, сосын мына жақта екі иттің не. Сол көзі, мұрны жағында тағы да бір атаның бейнесі бар. Иә. Алыстан қарасын. Мен сол зейін арқылы, яғни адамның зейінін дамытқан кезде, әсіресе психологтарда зейінді дамытудың маңызы зор. Өйткені сіз мысалы алдыңызда отырған адам, респондент, клиент деп немесе кеңес алуға келген адам, соны қарап отырған кезде оның мимикасының өзгеруі, қалай өзгеріп жатыр, айтып жатқан кезде қаншалықты оның эмоционалдылығы, қандай сезімдер оның бетінде жазылып тұрсын барлығын сосын зейін арқылы танып біле аласыз. Сондықтан да психологтарға зейінді өте көп дамыту керек. Өте жоғары деңгейде болса өте жақсы. Мысалы, мына жерде тоже бір атаның басы, шашы, екі көзі. Ал енді былай қарасаңыздар, Дон Кихоттың атпен Дон Кихот и Санчоның артында несі, диірменнің несі. Мына жақта түрлі образдар. Мына жерде де, үшінші суретте де сондай, ортасында құмыра, көрінді ме? Ортасында құмыра, екі шетте мысалы ер мен әйел бір-біріне қарап тұрған. Ал ортасында музыканттар. Мына жақта тағы. Көрдіңіздер ме? Яғни зейінділіктің арқасында осындай көп нәрселерге қарап көруге, бөліп алуға, ажыратуға болады. Жалпы психикалық таным процестер туралы қысқаша осы. Сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Құлағымсыз беретін сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Так, тапсырма. Өткендегі нені, тапсырманы потомстан қараймын мен қазір.